Қызым, мен қалаға 1-2 күнге жұмысқа кетіп баратырмын, сол үшін үйге өзің бас көз бол. Жарайды анашым, мен де жұмыс тапқан сияқтымын, енді онымен сөйлесу керек те. Молодец жаным, ақылды өзі. Бірақ абайлап жүр, қалада неше түрлі адамдар бар ғой. Жақсы қызым, онда мен кеттім. Өз-өзіңе бас көз бол. Жарайды анашым, жақсы жетіп қайтыңыз. Уже таң атып кетті ма? Жаңағыны ұйықтаған сияқты. Қайттан жұмысқа бару керек болды. Бірақ сонда да погода күшті болып тұр екен бүгін. Так, далада не отыр? Даланы бір қарап қойып. Бұл жаққа жаңадан адамдар келген ба не? Үйлер немене бәле? Погода күшті болып тұр екен бүгін. Тез жұмыспен сөйлесіп жұмысқа кірісу керек, а то ақша жоқ. Қой құрсын, ұят болар, оданша танысып қайтайын. Так, вроде нормальный адамдар сияқты, еще тура қарама-қарсы көшіп алыпты ғой маған. Так, ана отқан сияқты. Саламатсыз ба? Мынау кім тағы? Мен сіздердің көршілеріңіз болам. Саламатсыз ба? Айта беріңіз. Мәссаған, қыздың әдемісін ай. Ё-моё, еще менің вкусымда краш қой мына қыз. Неге қатып қалдыңыз? Ауру ма? Мынау өзі немене бәле? Или мама маньяк бекен а? Айта беріңіз, не үшін келдіңіз? Айтайын деген, мен сіздердің көршілеріңіз болам, атым Адик болады. Енді ренжімеңіз, енді өзім сөйтіп арасында қуып тұратын бар еді. Мақұл, менің есімім Майя болады. Танысқаныма қуаныштымын. Құдайға шүкір, мен мынаны маньяк па деп ойлап едім. Басқа айтатыныңыз болмаса мен бара берейін, онда уақытым жоқ еді. Жарайды, онда тағы да танысқаныма қуаныштымын. Анау әлі кетпеген ба, не істеп тұр? Шынымен маньяк сияқты мені аңдып тұрған қараңдаршы. Мама, еще мен өзім жалғызбын үйде, қорқып жатырмын что-то. Әдемісін ай мына қыздың. Блин, тормозить етпей танысып алу керек еді, нормальный адам құсап. Мен жұмысыма кешігіп жатыр екенмін қайтпақшы. Ё-моё, бастық өлтіретін болды. Ой, құрсын, қайдағы қыз, тез жұмысыма барайын. Мынау өзінің машинасы ма? Қанша жыл жұмыс істеу керек мынандай машина алу үшін? Ё-моё. мынандай машина бізде ешқашан болмайтын шығар. Так, оппа, жұмысқа кірсек енді. Не үшін осы полицияға түстім екен? Бір қызық, ештеңесі де жоқ. Керісінше 24/7 жұмыстасың. Қызбен де сөйлесуге уақыт жоқ. Бірақ бағанағы шынымен әдемі екен, Енді тормозить етпей танысып алу ғана қалды. Тем более менің көршім екен. Қой, отыра берме, оданша мен жұмыспен сөйлесейін. Алло, саламатсыздар ма? Жұмысшы іздеп жатқан сіздер ма? Жасым 15-те. Бүгін кездесе аламыз ба? Жарайды, бүгін онда барам сіздерге. Жақсы болды, кішкене болса да ақша істеп алатын болдым. Осы велосипед аман болсыншы, керек жеріме апарып тастайды. Так, адресте осы жер көрсетілген ау деймін, Енді Майя, қорықпай, нормально сөйлес. Саламатсыз ба, Майя деген сіз бе? Саламатсыз ба? Майя деген мен, мороженое құюға адам керек дегенге звондап едім. Сіздер жұмысқа 15 жастан ала бересіздер ма? Ала береміз. Немене өле, үстіне не киіп алған? Нормальный киім жоқ па? Жарайды, бірақ түрі әдемі екен, клиенттер де көп болады шығар. Бүгіннен бастап жұмысқа кірсе берсеңіз болады. Шынымен ба? Тәте, рахмет сізге. Сіз бірінші бірақ разделкаға барып киіміңізді ауыстырып келіңіз. Мынандай киіммен жұмыс істеуге болмайды. Мына жақта киімдер де бар сияқты. Жақсы болды, киім де бар екен. Бірақ мен өмірімде бірінші рет жұмыс істейін деп тұрмын ғой. Қиын болса да шыдау керек, енді ақша қажет. Қарны ашып кетті, что-то мороженое жеп алмасам болмайды сияқты. Саламатсыз ба қарындасым, маған бір шоколадный мороженое бере салыңызшы. Жарайды, қазір 5 минут күте тұрыңыз. Мына жақта кәрі кемпір тұратын еді ғой, жас қыз келген ба не? Қарындас, сізбен танысуға бола ма? Инстаңызды ма, нөміріңізді ма берсеңізші маған. Жоқ, мен жұмыс барысында таныспаймын. Не болды, өзіңше болып тұрсың, мен әшейін инстаңызды сұрадым ғой сіздің. Жұмыстасыз ба, үйлесіз ба, бәрібір емес па? Какая разница? Жоқ, ренжімеңіз, мен таныспаймын. Мынау что-то қоймайтын сияқты ғой, таныспаймын десем де. Қазір сізге мороженеңіз істесе істеп бере салайын мен. Қорықпа Майя, бәрі нормально. Мен мыналардың қалай жасалатынын да білмеймін ғой. Так, бірінші нені алады өзі? Так, былай екен ғой, болды, сіздің мороженеңіз дайын. Дайын болды ма? Как раз қарны ашып қойды. Мына мороженое сіз сияқты тәтті екен. Қыздармен қалай танысады? Ескі подкат емес па мына? Так, ё-моё, жұмыста отыра беріп что-то бір әбет жібедім ғой, мороженое ма бірдеңе жей салайыншы. Так, осы жаққа кіре салайын, осы жақта мороженое күшті еді ғой бұрын. Так, не болып жатыр мына жерде? Девушка, танысайық деймін, инстаңды маған берсейші хотя бы. Таныспаймын дедім ғой мен сізге. Брат, таныспаймын деді ғой, қоя салсай, не болды? Сен кімсің да, бауырым, мешайт етпей ақ қойшы, сенімен танысып отқан жоқпын ғой. Жоқ болып кетші мына жерден, родной. А то қазір жаман болады. Брат, кімді боқ мұрын деп тұрсың, сенімен таныспаймын деп адам құсап айтып тұр ғой, кете салсай. Ойбай, родной, ренжімеш болды, қазір кетем. Мынау жаңа танысқан көрші бала емес па? Пистолет ұстап жүрме еще. Мына район немене бәле, бандиттерге тола ғой. Саламатсыз, қайттан көргеніме қуаныштымын. Сіз қорқып қалмаңыз, мен просто полицияда жұмыс жасаймын. Саламатсыз ба? Мен сізді бандит деп ойлап қалсам. Рахмет сізге, сіз болмағанда ана адам әлі кетпей тұратын еді, танысайық деп. Ондай адамдар көп қазір. Маған бір ванильный мороженое берсеңізші. Жақсы, қазір 5 минутта дайын болады мороженое. Еще полицияда жұмыс жасай ма? Онда біздің үй жақта вообще бандиттер жүрмейді екен ғой.
міне дайын болды мороженеңіз. Ой, мен неғып жалып қойып отырмын. Ренжімеңізші, мороженое просто сәл кішкене тәттілеу екен. Ештеңе етпейді. Рахмет. Мына мороженое шынымен тәтті болыпты. Ё-моё, мына жақта жұмыс істей ма не менің көршім? Көзіне герой болып көрініп қалғансың ғой, заты құтқарып. Кәптім болып кетті уже, может шығарып салсам ба екен, айтып көрсем келсе ме екен. Блин, мына жұмыстың бір жаман жері түнге дейін қалады екенсің ше. Таксимен қайтуға да ақша жоқ, қайттан великпен қайтамын ба? Қой құрсын, көршім ғой, бірге тұрамыз ғой, айтып көрейін. Не ол, Майя, сіз қарсы болмасаңыз шығарып салайын, тем более түн болып кетті, бандиттер көп дегендей. Как раз өзім де соны ойланып отыр едім, жақсы болар еді шығарып салсаңыз. Әңгіме жоқ, шығарып салам ғой, есік алдында күтемін сізді. Жарайды. Ё-моё, келіспей ма деп едім, келісті, шүкір. Енді машинаны қыздырып қояйын, что-то ішінде кішкене бардак болып жатқан еді. Достар, Майя мен Адик бірге болсын десеңіздер, лайк басып каналға тіркеліңіздер. Күтіп отқаныма жарты сағат болды, что-то әлі шықпады. Қандай жұмыс мынау? Құрсын, шаршап кеттім ғой, енді форманы ауыстырып үйге қайтайын. Адик әлі күтіп отыр ма екен, или қайтып кетті ме екен? Или қайта берсем бе екен, что-то шықпайды сияқты ғой. Мін шүкір, Алла шығып жатыр. Ренжімеңізші, ұзақ күтіп қалдыңыз ба? Жұмыс осындай уақытта бітеді енді. Жоқ, ештеңе етпейді. Күту деген әшейін сән ғой маған. Все, келдік. Абай болыңыз енді. Андай бандиттер қайттан келіп танысайық деп мазаңызды алып жүрмесін. Мазаңызды алып жатса, если что, қарама-қарсы үйде тұрамын. Ой, мазамды алып танысайық деп жатса, сіз барсыз ғой, если что, сізге айтам ғой. Сізге де көп рахмет, бағана күшті көмектестіңіз. Сол бандит менің жұмысымда қала ма деп ойлап едім. Оқасы жоқ, любой адам менің орнымда сөйтіп істейді ғой. Бірақ не ғой, үйге кірмейміз ба? Тұрғанымызға уже 10 минуттан асып кетті ғой. Жақсы, сау болыңыз, мен кірейін онда үйге. Так, болды, қызбен танысу деген миссия орындалды. Енді жата беруге болады шығар, смело. Майя шынымен әдемі ғой. Түсімде көретін шығармын бүгін. Осы қалада кездестірген ең нормальныйсы Адик болған шығар. Қой, ертеңде жұмысқа бару керек. Ертеңде шығар салам екен мені. Осындай заттарды ойламай тез ұйықтайыншы. Достар, егер де видео ұнаған болса, арнаға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңдар. Сонымен қоса комментарияға өз пікірлеріңізді жаза кетіңіздер.